Қою қызыл көкөністер тағамдарымыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың жалпы портретіне назар салып қарайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп. Ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой-өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетіні дәлелденген. Демек бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдарының шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы, зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Шықату. Қызылшада жасалған тағамдарды іс жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырыны пайдаланғанда абайлаңыз. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Қызылша ақуыздар менен майларының қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданылады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр. Ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Несеп тас ауруы және іш өтуіне бейімділік.